Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін сіздерге ораза ұстаудың адам организміне көптеген пайдасы бар екендігі туралы бөлісетін боламын. Сіз ораза ұстаған болсаңыз, қуаныңыз. Себебі сіз ең бірінші Алла разылығы үшін ұстап, көп сауап алдыңыз. Екіншіден, өз денсаулығыңыз үшін игі іс істедіңіз. Алдымен менің қазақ тілді каналыма қолдау білдіріп тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Қасиетті Рамазан айында ауыз бекіту тек рухани тұрғыдан ғана емес, адамның денсаулығына да үлкен пайдасы бар. Бұл туралы ғалымдарда арнайы мәлімдеме жасап, 365 күн бойы тамақ жейтін адамға жылына 30 күн ораза тұту дұрыс деп таныды. Оразада адамның ішкі мүшелеріндегі майлар еріп, метаболизмді жақсартады екен. Біз күніне 14-15 сағатқа жуық тамақ жеуден тыйылатындықтан, адам ағзасында керек емес жасушалар жою процесі іске аса бастайтын болады. Сондай-ақ артық ет пен май мөлшерде жойылады. Әрине, оразаның алғашқы күндері аштық қаттырақ сезілуі мүмкін. Алайда адамның ес сақтау қабілеті артатын болады. Бастапқыда бас айналу, ауыздан жағымсыз иістің шығуы да болады. Бірақ уақыт өте ағзаңыздың өзі аштыққа үйрене бастайды. Оразаның нақты 10 пайдасы туралы Бурахан Абдулхаким мырза былай деп пікір білдірген екен. Біріншіден, жасушалар жаңарып, ескілері жойылады. Ораза адам организмдегі қажетінен артық және ескі жасушаларды жоюшы қызметін атқарады. Оразаның тәртібі бойынша адам жылына 1 ай толығымен ауыз бекітеді. Күніне кем дегенде 14 сағат жеп ішуден тыйылып, одан кейін бірнеше сағатқа аузын ашып, әл жинап алуы қажет. Бұл адам ағзасындағы жасушаларды жандандырып, керек еместерін жою процесіне қажет уақытқа дәлме-дәл келеді. Адам қарны ашқан кезде әлсіз жасушалар өздігінен жойылып, аштыққа қарсы тұру үшін адамның ішкі организмдері белсенді жұмыс істейді. Осы сәтте адам ағзаларының белсенділігі артып, өміршеңдігі күшейе түседі. Сондай-ақ ораза адам организмін тас, артық ет, май мөлшері сияқты зиянды заттардан арылтады. Екіншіден, қант ауруына тосқауыл болады. Ораза тұту қандағы қант үлесін барынша төмен мөлшерге түсіруге үлкен септігін тигізеді. Себебі ораза ұстаған кезде адамның ұйқы безі демалады. Ұйқы безі қантты крахмалдық заттар мен майларға айналдыратын инсулин бөледі. Егер адам ұйқы безі шығаратын инсулиннен артық мөлшерде тамақ жейтін болса, онда бұл ұйқы безіне ауыр тиіп, жұмыс істеу белсенділігін төмендетеді. Осылай жалғаса берсе, ұйқы безі өз функциясын атқарудан қалады. Осы уақытта адам бойындағы қант қанға тарай бастайды да, оның қандағы құрамы бірте-бірте көбейіп, адам қант ауруына шалдығады. Қазіргі әлемнің біраз жерінде қант дертіне шалдыққан адамдарды ораза тұту арқылы емдеу етек алуда. Келесі пайдасы артық салмақтан арылуға әсер етеді. Егер ораза ұстаушы ауыз ашқаннан кейін жейтін тамақ мөлшеріне шектеу қойып, дұрыс режиммен жүрсе, бойдағы артық салмақтан арылуға ораза таптырмайтын әдіс. Яғни адам ұзақ уақытқа қарны аш жүріп, бірден ауыз ашқан кезде тамақ пен сусындарға тойып алмаған жөн. Себебі бұл керісінше салмақтың көбеюіне әкеліп соғады. Алла елшісі Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам ауыз ашар кезде тек бірнеше құрмадан дәм тартып, аз ғана су ішіп, ақшам намазына тұратын. Пайғамбарымыздың осы бір әдеті бәрімізге үлгі бола алады. Себебі құрманың құрамында қант бар, ал қант қан құрамына тез тарайды. Сол себепті адам аузын құрмамен ашатын болса, бірден тоқшылықты сезеді. Сонымен қатар құрма адам ағзалары қалыпты жұмыс істеу үшін қажетті энергиямен қамтамасыз етеді. Көп адамдар күні бойы тамақтан тиылып, ауыз ашқаннан кейін бірден ауыр, майлы тамақтарды, көкөністерді жеп бастайды. Бұл тағамдарды асқазан қорытуы ұзақ уақыт алады. Ағза асқазанға түскен тамақтан өзіне керек энергиясын алып, сол қантқа айналу себебінен адам тоқшылықты сезінеді. Бірақ кісі бәрібір өзін аш сезініп,
тамақтың үстіне тамақты жей береді. Сөйтіп, организміне қажетті энергияны мөлшерінен асырып жібереді. Осылайша ораза ұстау өзінің қасиеттерінің бірін жоғалтып, адам артық салмақ қосып, семіздікке ұшырайды. 4. Тері ауруларына пайдалы. Ауыз бекітудің тері ауруларымен күресуге пайдалы әсері бар. Себебі адам ораза тұтқан кезде қандағы су мөлшері азаяды. Яғни терідегі су құрамы да кемейді деген сөз. Бұл терінің қуаттылығын арттырып, зиянды микробтар мен бактерияларға қарсы тұруға көмектеседі. Сондай-ақ қышыма ауруының адам денесіне әрі қарай таралуын тоқтатып, терінің майлануы мен аллергиядан жазылуға да оң әсерін тигізеді. 5. Тұз байлану ауруына әсері. Бұл дерт көп тамақтанудан, әсіресе еттен жасалған өнімдермен көп қоректенуден пайда болады. Сондай-ақ адам шамасынан тыс тамақ жегенде бұлшықеттердегі протеин құрамы тым көбейіп, бұзыла бастайды. Бұл адам буындарына, әсіресе аяқтағы үлкен бармаққа несеп қышқылының жиналуына әкеп соғады. Адам тұз байлану ауруына шалдыққан кезде әлгі буындар ісіп, қызарады да ауырта бастайды. Сондай-ақ қандағы несеп тұзының мөлшері көбейіп, ол бүйрекке жиналып тұнады. Бұл процесс ақырында бүйректе тас пайда болуына әкеп соғады. Сондықтан тамақ пен судан тыйылып, біраз уақытта ауыз бекіту бұл дертті емдеудегі ұтымды жол. 6. Қан қоюлануының алдын алады. Көптеген мұсылман және мұсылман емес ғалымдар ауыз бекітудің денедегі майдың құрамын азайтумен қатар холестерин мөлшерін де бәсеңдететіндігін жарыса айтады. Холестерин дегеніміз ол қан тамырларына тұнатын зат. Денедегі майдың құрамы көбейген сайын холестерин мөлшері де ұлғаяды. Бұның арты қан тамырларының майлану дертіне және жүрек пен мидағы қанның қоюлануына әкеліп соғады. 7. Адам ағзасын улы заттардан тазартады. Қазіргі кезде тағам өнімдерін ұзақ мерзімге сақтау үшін құрамына химиялық қоспалар қосылатыны баршамызға белгілі. Бұл өнімдер адам асқазанына түскен кезде улы заттарға айналып, денедегі майдың ішіне сақталып қалады. Адам ұзақ уақыт тамақтан түйілуі әлгі майдағы улы заттардың еруіне әкеледі. Оған қоса адам организмін улы заттардан қорғауға жауапты бүйрек, бауыр сияқты ағзаларда өз функцияларын атқаруға көмектеседі. Сондай-ақ ауыз бекіту кезінде дұрыс тамақтанып, артық тағамнан бас тартатын болса, бұл организмнің иммунитетін күшейтеді. 8. Ас қорыту жүйесі демалады. Ауыз бекіту ас қорыту жүйесінің демалуына мүмкіндік береді. Дегенмен, адам организмі өзінің табиғи функцияларын атқарады және тамақ қорытуға арналған сөл әдеттегіден аз мөлшерден бөлінгенімен, сөл бөлу процесі қалыпты жағдайда өз қызметін атқара береді. Бұл адамның сөл бөлу жүйесінің жақсартып, бір қалыпқа түсіреді. Бірақ бір ескере кететін жайт, ораза ұстаған кезде асқазан қышқылдық бөлуді тоқтатпайды. Яғни асқазанында жарасы бар адам ауыз бекіту кезінде абай болуы қажет. Келесі пайдасы жағымсыз тәуелділіктерден арылтады. Жағымсыз тәуелділіктер десе, алдымен көз алдымызға түтіні бұрқыраған темекі келетіні хақ. Сондай кісілер үшін Рамазан айы арам әдеттерден арылуға таптырмайтын кезең. Себебі басқа күндері темекіні тастаймын деп өзіңізге уәде беріп, артынан нәпсі құрғырдың айтқанына ілесіп кеткеніңізбен оразаның уақытында Алладан қорқыныш бұдан сізді қайтарады. Әрине, қазіргі заманда тәуелділіктің түр-түрі көбейіп кетті. Бұлардан арылу алдымен адамның өзіне байланысты. Арыла алмай жүрген жаман әдеттеріңіз болса, мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Соңғы адам ағзасына пайдалысы бұл қан қысымын түсіріп, бас ауруына пайдасы зор екен. Ауыз бекіту қан қысымын түсіруге және қанның қоюлану қаупін азайтуға бағытталған табиғи жол. Өйткені адам ұзақ уақытқа тамақтан тыйылған кезде бойға қажетті энергияны жеткізу үшін организм денедегі маймен қоса глюкозаны жаға бастайды. Сондай-ақ адам бойындағы тамақ құрамы және адреналин сияқты гормондар азаяды. Бұның бәрі бойдағы қан қысымының түсуіне әкеледі. Қарап отырсақ, Алла тағала бізге ораза ұстауға әмір беру арқылы
тек ақыретімізді емес, осы дүниеде де деніміздің сау болғанын қалаған екен. Ендеше біз ауыз бекіту арқылы ақыретімізге азық жинауымызбен қатар, осы дүниеде де озады екенбіз. Барлықтарыңыздың ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Менің қазақ тілді арнамды қолдап, тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз.